Саламатсыздар ма? Мен Акжигитова Гүлшат, топ-лидер компания Faberlic. Ақтау қаласынанмын. Қазір Алматы қаласында тұрып жатырмын. Менде үлкен командам бар. Менің жасым 46-да. Мен 4 баланың анасымын. Енді тіркелген уақытта мен бірінші 100, 120, 115, 90 сондай балаларға заказ берген екенмін. Сөйтіп сатушы болған екенмін. Өйткені мен Мэрикей компаниясындан дистрибьютор болып, ол жерде біздерді парфюмериясын, косметикасын қолдана отырып адамдарға сатуға үйреткен. Сөйтіп мен 6 ай жүріп қалдым. Бірақ та менімен вышестоящий наставнигім хабарласқаннан кейін, мені офиске шақырып маркетинг планды түсіндіргеннен кейін мен түсіндім, что оказывается ақша сатудан түспейді екен, ақша деген командадан келеді екен. То есть мен өзімнің 50 балымды жасап, сол уақыттан бастап 50 балымды жасап, команда өсіріп бастадым. Осы бірнеше жылдан бері мен деген көп тренингтерге қатыстым, сабақтарға қатыстым. Өзімде сразу тек өсіп кетіп, адамдарға 6%-тен бастап мен адамдарға сабақ айтып бастадым. Үй алған жоқпын. Басында мен деген қазақшада тіпті сөйлей алмайтын едім. Өйткені мен өзім орыс мектепті бітіргеннен кейін, орысша ойлағаннан кейін басында үй алып жүрдім. Маған даған манағындай не бергенде, сөз бергенде мен тұтығып, қызарып, айта алмай қалатын едім даже. Қазіргі уақытта сау болсын өзімнің вышестоящий наставниктерім Жұмабаева Ағия ханым, Жолдаспаева Тюмеш ханымға, оның үстіндегі үлкен біздің мықты наставнигіміз Жұмабаева Тарбия ханымдарға алғысым шексіз. Өйткені олардың сабағын күн сайын тыңдап отырып, мен олардың айтқан сөздерін қағып алып, сөйтіп уже үлкен спикерге айналып келе жатырмын. Менің бірінші арманым орындалып келе жатыр. Өйткені менің арманым үлкен сахнада спикер болып шығуға. Мен тренингтерға қатысқан уақытта армандайтын едім, менде де осындай спикер болсам екен деп. Асел Сыдықованың сабағына қатыстым, Нұрлан Қожақтың несіне қатыстым, Саид Мурат Давлатовтардың кітаптарын оқып, оның да тренингтерге қатыстым. Солардың кітаптарын оқып, солардың айтқан сөздерін тыңдап отырып, интернеттен, ютубтан сабақтарды тыңдап, кітаптарды оқып, мен уже айтатын сөздерім пайда болды. Бұрын деген мен өзім даже мені танитын адамдар, мен тосты айтуға ұялатын едім. Жасым қазір мен 46-да болса да, мен айтайын, 40 жасыма дейін мен вообще сөйлеп көрген жоқпын, тосты да айтып көрген жоқпын. Тек сау, міндет айтатын еді, сау болыңдар, аман болыңдар деп сөйтіп айтып салатын едім. Қазір енді осы Faberlicтің арқасында мен уже ұялмай айтатындай болып жатырмын. Енді мен айтатыным, әртүрлі жерде жұмыс жасап, әртүрлі мамандық алып, мен деген негізінде бірінші маманым продавец продовольственных товаров. Біз деген колледжде оқыған уақытта каждый товардың составын түсініп, оқып, қай жерде полкіде тұру керек, соның бәрін оқытатын еді бізге. Сөйтіп мен сол маманды оқығаннан кейін продавец продовольственных товаров, кассир, бухгалтер, одан кейін горничная, кладовщик, прачечная, әйтеуір сондай жұмыстардың бәрін жұмыс жасадым. Мен деген ешқашанда қолымнан келмейді деп айтқан жоқпын. Егерде жақсы жұмыс болмаса да, мен кішкентай жұмысты жасай бердім. Өйткені мен жұмыстан қашқан жоқпын. Мен қиыншылықтардан қашқан жоқпын. Сол қиыншылықтарды жеңе отырып, мен деген осындай мықты әйел болдым деп айтқым келеді. Өйткені мен деген ешқашанда басқа адамға, білмеймін, өзімнің қасиетім сондай, зависимый болғым келмейді. Менің қолымнан келеді, мен де жасай аламын деп сөйтіп тырысып жасайтын едім. Әрине, ол да
ол жақсы қасиетте болатын шығар, жаман да қасиеттер болатын шығар. Арасында әйел адам мықты емес, кішкене манағындай слабый болғанда жақсы. Енді ары қарай Әсел Садықованың сабағына қатысқаннан кейін мен 3 уды түсіндім. Бірінші у ол упростить, то есть білген затыңызды сіз адамға түсінікті қылып түсіндіру керексіз. Екінші у улучшить, то есть сол іс-әрекетті жақсылатып адамға айту керексіз, жақсы жағын көрсету керексіз, самый адам түсінетіндей қылып айту керексіз. И үшінші у ускорить. Ускорить деген тездетіп, іс-әрекетіңізді созылып жүре бермей, жылдам тез жасау керексіз. Өйткені сіз білмейсіз, ертеңгі күн бар ма, жоқ па. Сөйтіп жасау керек. Как будто ертеңгі күн сізде жоқ сияқты. Өзіңіз ойлаңыз, егерде сіз іс-әрекетіңізді ертеңгі күнге ысырып сай беретін болсаңыз, онда сіздің шаруаңыз бітпейді. Сіз өзіңізге не қойыңыз? Как будто сіз 6 айдан кейін сіз болмайсыз. Осы 6 айдың ішінде сіз өзіңіздің балдарыңызға қандай іс қалдырып кеткіңіз келеді? Қарыз қалдырғыңыз келеді ма, или же сіз оларға жақсы бизнес қалдырғыңыз келеді ма? Егерде жақсы бизнес қалдырғыңыз келсе, онда сіз қазірден бастап, бүгінгі күннен бастап, уже сіз оны ойлау керексіз. Сөйтіп жұмыс жасау керек. Солай жұмыс жасағанда сіз жетістікке жетесіз. Мен өзім 2020 жылға өзім шешім қабылдадым, алдында айттым. 2020 жылда мен золотой директор болу керекпін, жылдың аяғына дейін. Енді соған сенімдімін. Бұйырса, өзімнің командамен бірге өзім золотой директор болам, оларды да сондайға жеткізем деп ойлаймын. Бәріңізге де сәттілік тілеймін. Кездескенше.